Ассаламу алейкум достар, қайсыздар? Жақсыздар ма? Бұл деген Мамаев жолды көріп тұрсыздар ғой. Мамаев и Кудышев екеуі. Қалдарыңыз қалай? Тағы да жақсыздар ма? Көп болды. Видео түсірмегелі уақытым болмай жатыр. Телефон ауыстырып, паролін білмей, короче. Көп жағдай болып кетті. Вот мен жаққа келіп, мен мына жағдайды көріп үндемей тұра алмадым. Алдында осы Кудышевтің видеосын салдым, жолы қандай жаман екенін, жаңағыдай жаңбыр жауған кезде қандай балшық болатынын, адамдар Кудышевті адамдар қолдап жатыр, көп адам қолдап жатыр, иә жылдар деп. Вот мен алдына салдым, результат жоқ. Айтып жатырмын, жетеді, құлағына жетіп жатыр, адамдардың мына жетіп жатыр, маған шығып жатыр, видео алып тасташы деп. Жетіп жатыр, бірақ результат жоқ. Біздің Хиуаз ауылында да вообще страшно жатыр жол деген. Но әкім ұялғанынан істеді. Жолды қырып, хотя бы шамалы болсын бірдеңе істеп қойды енді. Бағалаймыз. Но бірақ мына Кудышев Мумесқа вообще ешкім келмейтін айдала сияқты болып көрінетін сияқты. Ешкім келіп тексеріп вообще келмейтін сияқты. Мына невозможно мына жақта жүру деген. Көріп тұрсыздар ғой. Мына каждый батқа көріп тұрсыздар ғой мына жақтың бәрін. Мынау деген вообще 21 ғасырдағы жаңа Қазақстанның ауылдары деп айта алмайсың. Мумес Кудышев деген именно мен өзім. Басқа да бар, бірақ страшно болған осы ауыл. Шанс жоқ. Мына магазинге келу үшін, жұмыс бойынша мына магазинге, маған Динара магазиніне, Мумесқа келу үшін мен айналып келдім ауылда. Балдың үстімен еще. Енді дейміз, алдында салдым, результат жоқ. Результат болған шейін сала береміз. Жол істеу керек, невозможно болып жатыр мынау. Аллах сақтасын. Адамдардың жағдайын жасау керек деп ойлаймын. Адамдар отырғасын орнында. Солай достар. Мына ауылға келдім, Мумес және де Кудышев. Жаңа ауыл ма қазақшасы? Вообще устройство жоқ. Мықты адамдар тұрып жатыр деп есептемейтін сияқты. Короче, өздеріңіз келіп қарамасаңыздар, адамдар біледі ғой сияқтың тұрғындары. Жол деген отсутствует дейді орысша. Жоқ. Хотя қырып қойса болады ғой. Мына жақтан вообще өте алмайсың. Солай достар, алдына салдым видео. Адамдар құлағына жетті, бірақ жасаған жоқ. Әлі келдім, результат жоқ. До конца сала беремін, результат болғанша. Именно осы жақтың шұқырмаған адамдар мені қолдайды деп ойлаймын. Все достар, ассаламу алейкум, аман жүріңіздер, ауырмаңыздар.